Ассалаумағалейкум. Естеріңізде ме? Бұрын екі қазақ кездесе қалса, малдың жайын, ауа райын сұраушы еді. Я, ауа райын. Себеп сол, ауа райының шаруашылыққа әсері зор еді. Ал қазір екі қазақтың басы қосылса, климатты сөз етеді. Не айырмасы бар дерсіз? Гәп сол, ауа райы құбылмалы, ал климат тұрақты. Қандай да бір аумақта тұрақты өз климаты бар. Мысалға, Шымкент ыстық, Астана суық, ал Ташкент деген сияқты. Әлемдік ғалымдардың сөзіне сенсек, енді аз жылда Астана суық болудан қалады. Ал Шымкент айтудың өзі қорқынышты әрине. Даудың басы жаһандық жылыну. Бәріне кінәлі сол. Әлем жылынып барады. Анығында бәріне кінәлі сіз бен біз. Жылыжай эффектісі. Қалыпты жағдайда күн жылуы жерді қыздырады. Бұл жылудың жартысы қайта космосқа кетеді де, екінші бөлігін атмосфералық газдар пленка сияқты ұстап қалады. Және дәл осы қалған жылу жерді қосымша 33 градусқа қыздыра алады. Соңғы жылдары адамдардың арқасында ауадағы газдар концентрациясы күшейді, яғни пленка қалыңдай түсті. Оның салдары жаһандық жылыну. Қайдағы жылыну? Қазақстанда кеше ғана боран болды. Ал Сауд Арабиясында тіпті қар жауды. Қар түспейтін шөл далада пальмалар ақ ұлпа қарға оранды ғой дерсіз. Я, бұл оймен келісемін. Кешегі борандардан кейін мен де түнімен қар тазаладым. Алайда жаһандық жылыну салдары тек жылыну емес. Әр аумақтың өзіне сай табиғи қатері мол құбылыс одан әрі күш алады. Мысалға, Қытайдың оңтүстік провинцияларын су басу қаупі күшейеді. Жапонияда жер сілкініс қаупі артады. Ал Америка құрама штаттарында торнадо саны көбейеді. Ал сүйікті отанымыз Қазақстанға басты қауіп құрғақшылық. Және сол құрғақшылық жайлаған аумақ көлемі мен оның созылу уақыт ұзақтығы артады. Бұл қалай жұмыс жасайды? Түсіндіріп көрейін. Әуелі бәрі неден басталды? 19 ғасырдың соңында швед физигі Сванте Арениус өте қызық ғылыми еңбегін жариялады. Сол еңбегінде ол, егер адамдар көмірді көп жаға берсе, ауаны ғана емес, климатты да бұзады деді. Әрине, ол кезде мұнай мен газ туралы сөз болған жоқ. Алайда Сванте бұл үшін әлі тағы 1000 жыл қажет деп есептеді. Арада бар болған 40 жыл өткенде ағылшын инженері Гай Календер адамдардың климатқа әсерін дәлелдеді. Ал 1960 жылы Совет, Америка және Жапон ғалымдары ауа 2 есе ластанса, климат 2 градусқа жылиды деп болжам жасаған. Дәл қазір біз индустриалдық кезең басталған соңғы 60 жылда жердің орташа температурасын 1,1 градусқа жылыттық. Бұл факт. Ал енді қарапайым логика. Әлем 1 градусқа жылынғанда құрғақшылық 2 есе артты. Мысалға, 10 жылда бір рет болатын құрғақшылық 5 жылда қайталанады. Төзуге шыдауға болады. Ал егер 2 градусқа жылынса, онда әр 2-3 жылда құрғақшылық болады деген сөз. Ал бұған да төздік делік. 4 градусқа жылынса ше, яғни әр 2 жылдың біреуі құрғақшылық. Жағдай қиын. Біз анығында көп нәрсені қате түсініп жатамыз. Мысалға, орман өрті. Былтыр орман өрті қатты көбейді әлем бойынша. Анығында орман өрті емес, өрт болуы ықтимал уақыт мөлшері көбейіп, ормандағы ылғалдылық төмендеді. Бұрын шілде мен қыркүйек айларында орман өрті болу қаупі бар болса, қазір оған маусым айы да қосылды. Жаһандық жылыну салдарынан әрине. Мысалға, бөкендер. Қалыпты жағдайда бөкендер организмде миллиондаған бактериялар болады. Алайда соңғы жылдары ауа температурасы салдарынан бұл бактериялар улы бактерияларға айналды. Ал бөкендер қырылды. Мұның бәрі бар болғаны 1 жылда. Ерекше ыстық жаздың кесірі. Ондай бактериялар адам организмінде де бар. Бірақ бөкендер бейімделе алмады. Ал адамзаттың бейімделуі күштірек. Алайда қаншалықты? Оны бізге соңғы індет көрсетіп берді. Қауіпті құбылыс әрине. Енді не істей аламыз? Биология ғылымдарының докторы Келіс Жайлыбай ағамыздың айтуынша, еліміздегі әр оқушы мен жастар жылына 10 ағаш отырғызып, оның 5-еуі өсіп шықса, яғни еліміз бойынша жылына 12 миллион ағаш. Және бұл процесс ең кемі 45-50 жылға созылса, қуаңшылықты болдырмауға болады. Судың да сұрауы бар дейді емес пе қазақ? Біздің ата-бабамыз өмір нәрін табиғаттан алды. Алайда өзін табиғаттың қожайынымыз деп есептеген жоқ.
ал біз табиғаттан тым көп алдық. Енді соның өтеуін өтеп жатқан болармыз. Әр адамның сана түйсігінде табиғатқа деген қамқорлық пен жауапкершілік болса, табиғат та өз қамқорлығын аямақ емес. Сіздермен бірге болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Ғылым және ауыл арнасына тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.